Баршаңызға сәлем. Бүгінгі бейнероликта кликабельный проект TapSwap. Бұл жақта біз уақытымызды құртқан дұрыс па, жалпы ақша таба аламыз ба салымсыз түрде? Сол сұрақтың жауабын қазір бірге анықтайтын боламыз. Достар, сіздердің араларыңызда 500 теңге біреулеріңіз алатын боласыздар. 500 теңгені алу үшін сіз менің арнама тіркелу керексіз. Осы көріп отқан бейнероликтің астына лайк басып, және де кемінде 5 сөзден тұратын комментарий қалдырып кетіңіз. Одан кейін мен рандомно бір адамды таңдаймын және де сіздің кәсібіңізге 500 теңге жіберетін боламын. Я сумма аз, бірақ та қарап тұрғандай менің аудиториямда кішігірім. Оту мүмкіндігіңіз үлкен, сондықтан бәріне сәттілік. Неге именно осы проектті таңдадым? Өйткені қазір сәтте Notcoin, Avacoin деген проектлар, яғни кликабельный. Мен бұрын кезінде ондай ақша табу жолына көп сенбеуші едім, потому что маған бір как-то өтірік болып көрінетін, бірақ та қазір сәтте Avacoin уже төлеп жатыр, адамдар ол жақтан 65 USDT-ден шешіп жатыр. Сондықтан неге көрмеске деген осы проектті өзімнің назарыма аудардым. Жалпы ең бірінші сайтына кіріп көрдім. Өздерінің белая книгалары бар екен. Енді оны толықтай тоқталмай қояйық. Телеграмға өтсек, бұл жерде 21 мың подписчигі бар. И кішкене маған бұл күмәндік тудырды, что сенімділік жоқ деген сияқты все-таки. И Твиттерға кірсек, Твиттерда вообще подписчик өте аз, бірақ та түрте кетсек, бұл енді дамып атқан проект. Яғни бұл жақта даже 9 мың подписчигі бар. Бұл жерде бір плюсы, достар, Solana блокчейн арқылы ашылған. Solana блокчейн арқылы ашылған проектлер примерно 70-80% сәтті аяқталады. Достар, енді мен Telegram группама өтесіздер. YouTube'тан тыс ақпараттар осы Telegram группада шығады. Если что, тіркеліп қойсаңыздар болады. Мына TapSwap деген өзі несі бар, посты бар. Сіз мен Telegram группама өтесіздер, және де осы постты тауып аласыздар. Осы постта мен TapSwap деген батырма тұр, осын басасыздар, және де сізді ботқа лақтыратын болады. Бұл жақта боттың тек қана Start Now дегенді біз басамыз. Егер де сіздер мен сілтемем арқылы кіретін болсаңыздар, сізге тегін түрде 2500 монетасы берілетін болады. Және де қараңыздар, менің бірінші бетімде TapBot деген шықты, және де маған 13680 монета жинап қойыпты. Қазір бұл TapBotты кейінірек айтатын болам. Интерфейс жағына келсек, өте түсінікті, артық кнопкалар жоқ, бәрі ыңғайлы, санаулы кнопкалар, және де түсінікті. Қазір толықтай көрсетіп кетемін. Жоғары жақта көріп тұрғандай біздің монетамыз көрсетіліп тұр, счетымызда қанша бар екен, и ортамызда мынандай үлкен алтын монета тұр. Егер де сіздер бассаңыздар, яғни тап етсеңіздер, бұлда сіз өзіңіз монета жинайтын боласыздар. Асты жағына кірсек, бізде шкала көрсетіліп тұр, бұл зарядка. Яғни сізде өзіңізде энергияңыз болады. Мысалы мен бассам, энергиям кетіп жатыр, и мен жерсем, ол ақырында энергиям қайтан толады. Яғни сіздер басасыздар, 0-ға дейін түсіріп тастайсыздар да, и бір 10-15 минуттан кірсеңіздер қайтан толып тұрады, и басып қайтан сіз монета жинайтын боласыз. Енді қараңыздар, астында 3 кнопка тұр. Бірінші реферал. Яғни сіздер өз аттарыңыздан реферал шақырсаңыздар болады. Өзіңіздің реферальный ссылкаңызды алу үшін мұны invite a friend деп тұр. Осын басасыздар, и сіздерге реферальный ссылкаңызды алатын боласыздар. Екінші батырма бізде таск дейді, яғни задание. Сіздер бұл жақта лигаға өтуге болады. Лиганың пайдасы не десеңіздер, әр лигаға өткен сайын сізге бонусный монеталар беріледі. Мұны мен келесіде диамантқа өткен кезде маған 50 мың монета бонус берілетін болады. Ал бұл лигаға өту үшін просто сіздер осын тапит еткен сайын сіздің заданияңыздың шкаласы ақырындап тола бастайды. Сөйтіп лигадан лигаға өтесіздер. Астында тағы да, егер сіз рефералдар шақырсаңыз, тоже дополнительный монета береді. Ето кәмде жырна береді. Мысалы, 25 адам шақырсам, дальше 250 мың монетасы беріледі. Бұған дейін тағы да өзінің реферальный заданиялар болған. Яғни бір адам шақырсаңыз сізге 10 мың береді, 10 адам шақырсаңыз 100 мың береді, деген сияқты сөйтіп жазып тұрады. Мен оларды орындалып қойдым, сол орындалып қойғаны менде қазір көрсетіліп тұрған жоқ. Сіз басында кірген кезде оларды көрсетіліп тұратын болады. Енді үшінші кнопка бізде Boost. Бұл жақта біз өзіміздің аккаунтымызды прокачать ететін боламыз. Апгрейдқа назар аударсақ, бұл жақта бізде плюс бір фингер деп тұр. Яғни сіз бір рет тапит еткен кезде, егер осыны левелді көбейтетін болсаңыз, сізге тағы да плюс бір қосылады. Мысалы, мен мынаны қоссам қазір, менде мысалы бір басқаны плюс 10 емес, плюс 11 болады. Басында сіз кірген кезде плюс бір ғана болып тұрады. Мен просто бұл жақта левелді көтеріпсем 10-ға дейін. Дальше көтерсем болады левелді, бірақ та мен бұл жақта уже пайдасын көріп тұрған жоқпын. Осы 10 мен ақ жеткілікті деп ойлаймын. Астында энергия,
яғни сіз энергияны тоже левелді көбейткен сайын 500 шкала қосыла береді. Сіз басында кірген кезде 3500 ғана максимальный болып тұрады. Потом сіз левелді көбейткен сайын 500-ден қосылып отырады. Now recovery speed дегеніміз, ол яғни мысалы менде секунд сайын 3 энергия қосылып отырады. Ал сізде басында кірген кезде 1-2 энергияны қосылып отырады. Яғни кішкене ұзақтау болады. И бұның уақытын қысқарту үшін сіз осы 3-ші левелді көбейтесіз. Ал тап-бот дегеніміз 200,000 монета тұрады. Сіз сатып алғаннан кейін, мынаяқта өзі автоматически сізге дополнительный монета жинап отыратын болады. Егер сіз осы боттан шығып кеткеннен кейін, ол өзі офлайн түрде автоматически жинайды. Есі кірген кезде уже сізге мысалы 10,000, 20,000 жинап қойдым дейді, сіз просто оны жинап аласыз, болды. Және де ортасын назар аударсаңыздар, сіздерге күнделікті буст беріп отырады. Бұл тегін түрде, бұл буст арқылы сіз монетаны көп жинайтын боласыздар. Біріншісі таппинг гуру дейді, яғни сіз бассаңыз, бұл жақта сізді X5 қылдырады. Яғни мен плюс 10 ғой, X5 ол 50. Мен бір басқанын 50 монета алатын боламын, және де маған 20 секунд беріледі. 20 секундты қанша рет басып үлгеремін, сонша мен монета жинайтын боламын. Қазір сіздерге практика жүзінде көрсетіп кететін боламын. Айта кетейін, қазір мен 5 саусақ қолданатын боламын, және де бүйтіп қатты баспай-ақ, әшейін просто лақтырып отырамын. И мен примерно 10,000 монетадан жоғары алуға тиістімін. 20 секунд уже өзі жүріп жатыр таймер. Мен аяқта 5 саусақпен просто басып отырмын. Осылай сіздерге 17 сағат па сондай аралықта беріліп отырады. 3 бесплатный гуру таппинг. Буст. Тағы да get деп басам. И осылай плюс 50-мен етеді. Астына қарап тұрсаңыздар, менде энергия кетіп жатқан жоқ. Өйткені бұл тегін түрде дополнительный сіздерге таппинг берілетін болады. Осылай басып сіздер табатын боласыздар. Все, жақсы. Екіншісі бізде full tank, яғни сіздің аяқта төмен жағыңызда егер энергия бітіп қалады, бүйтіп таппит еткен сайын, мысалы ортасына келтіре салайық, сізде мысалы бітіп қалды, и сіз мынаны бірден автоматически толтыра аласыз тегін түрде. Мына көріңіздер, 5,000-ға сразу толды менде. Все, жақсы. Вроде осы достар басқа ештеңе түсіндіретін жер жоқ. Бұл жерде бар осы. Мына жақта ортасында сіздің лигаңыз көрсетіліп тұрады. Қай лигаға келіңіз? Мысалы мен 416, 150 уже тайпинг жасап тастаған екен. 500-ге асырғаннан кейін мен уже келесі лигаға өтем, және де айтып кеткенде мына жақта дополнительный монетамды аламын. 2 миллиард уже таппинг болған екен, және де 177,511 адам қазір сәтте бұл жаққа кірген екен. Кеше 150,000 болған, уже 27 адам қосылыпты бір күнде. Hot токен сияқты сразу хайп жинап жатқан жоқ, но ақырындап өзінің тәлпішісімен хайпын жинап жатыр бұлда. Сонымен достар, бұл проектті қорытындылайық. Жалпы уақытымыз құртқан дұрыс па деп сұрақ қойсаңыздар, онда айта кетейін, негізі үмітпен көрсек болады, үмітпен. Яғни мүмкін беріп қалар деген сияқты мақсатта. Енді өзінің хайп проектлер басқа да, осыған ұқсас басқа проектлер беріп жатыр. Яғни бір авакоин деген берді, ноткоин да уже ақында листинг болып жатыр. Ең бірінші шыққан негізі ноткоин. Ол әлі қазір уақытта ақшасы берілмеді, яғни листинг басталмады, но осы жақын арада листинг болады деп кәдімгідей елдер уже шулап жатыр. Ақырындап сыбыс шығып жатыр. Поэтому бұл да сол сияқты мүмкін болып қалар деген үмітпен қарайық. Ну, енді бастысы бұл жерде салымсыз, ешқандай ақша салмайсыз, өйтіп бір өзі тартымды, кликабельный ойын десек те болады. Сондықтан өздеріңіз көрсеңіздер болады. Жалпы достар осы, енді тағы да басқа проектлар сіздердің назарларыңызға түссе, менің жекемен немесе комментария қалдырып кетіңіздер, онда біз талқылайтын боламыз. Сіздермен мен болған Апок, келесі көріскенше.